Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Сіздерде бәрі жақсы ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін сіздермен жаңа мен атты тегін психологиялық марафонның бүгін екінші және үшінші күнгі сабағы екеуін қосып сіздерге өткіземін. Енді сіздерге бүгін сабақты бастамас бұрын ең бірінші және екінші мен сіздерге берген үй тапсырмасын яғни айтып кеткім келіп тұр. Оны неге бергендігімді айтып кеткім келіп тұр. Қараңыздаршы, мен сіздерге айттым, балалық шаққа оралып, оны толығырақ жазып, есіңізге түсіріп, оны қабылдағаннан кейін барып ақтап, оның бәрін жоғарыға жібергендеріңіз абзал, шарға тәрізді ұшырып жібергендеріңіз жақсы, қандай да болсын, көбелекке болсын, әртүрлі өздеріңізге ұнаған. Енді қараңыздаршы, мен неге балалық шақты айттым? Себебі сіздер балалық шақтың бәрін қопарып, оның бәрін жазып, естеріңізге түсіріп, қиындық болса қиындығын, жақсылығы болса жақсылығын бәрін жаза отырып, бәрімен смириться етсеңіз, бәрін кәдімгідей қабылдасаңыз, онда сізге әрмен қарай өмір сүру өте жеңіл болады, соны білсеңіздер екен. Мен айтқан болатынмын, сіздермен қатар мен де үй тапсырмасын бәрін орындап отырамын деп. Неге? Себебі оның бәрі маған да керек. Ол дамуға одан сайын ықпал етеді, көмектеседі. Рас, балалық шақты жаздым мен бәрін. Жаза отырып, белгілі бір қиындықтарды да жаздым, есіме түсірдім бәрін. Есіме түсіріп отырып, бірақ жылаған жоқпын. Неге? Себебі мен оның алдыда жазған болатын, бәлкім сосын жазып, қабылдап, бәрін ақтап шықтым, оңай ақтап шықтым. Маған бір оңай сияқты көрінді, бәрін позитивке айналдырдым. Сол жасағаннан кейін өте жақсы көңіл күйде боласыздар. Іштеріңіз бір пустота, рахаттап, сондай керемет көңіл күйде боласыздар. Оны жазыңыздар, міндетті түрде жазыңыздар. Сіздерге болашаққа әрі қарай қадам жасау үшін көмектеседі, міндетті түрде. Енді мен екінші сіздерге садақаны айттым. Садақа беріңіздер. Минималды түрде 100 теңгеден бастап берсеңіздер болады. Неге мен минималды дедім? Себебі ол Каспи KZ-пен, яғни переводпен жібергенде ол тек қана 100 теңгеден басталады. Сол себепте мен 100 теңге деп айтқан болатынмын. Енді 50 теңге берсеңіздер де 10 теңге, 5 теңге болады. Міндетті түрде болады. Дегенмен Каспимен оңай болғандықтан мен сіздерге солай айттым. Бірақ 100 теңгеден берсеңіздер де ол өте қатты ықпалын тигізеді, сіздерге көмектеседі. Енді қараңыздаршы, сіздер садақа дегесін айтып жатырсыздар. Рас, кейбіреулеріңіз айтасыздар, менде ақшам жоқ, мен не істеймін, қиналып жатырмын, өзімнің күнімді әрең көріп жатырмын, нан алатын да ақшам жоқ дейсіздер. Енді қараңыздаршы, сіздер бар ғой, садақаны тек қана неге ақша ретінде түсінесіздер. Мен ойладым сол жерде сіздер, мен де өзім сіздерге ашыққан еді, олай түсіндірген жоқпын. Дегенмен садақаны минималды 100 теңгеден деп айтып кеткен болатынмын да. Садақа ол сіздерге түрлі жағдаймен жасалынып қойған. Оның барлықтарын сіздерге айтайын ба? Мысалға, біріншіден сіздер жай ғана адамға күліп қарасаңыздар, оның өз садақа, сіздерге үлкен садақа болады да. Сіздер бір адамға, бір қиналған адамға киіміңізді берсеңіз, қандай да бір сол адамның бір жағдайын жасасаңыз, оның өз сіздерге үлкен садақа болады. Үшіншіден сіздер жақсы ақшамен жарайды. Ал төртіншіден сіздер мысалға екі тума арасында кикілжің болса, екі достың арасында кикілжің болса, екі қандай да бір ұстаз болсын, кез келген адамның арасында кикілжің болатын болса, сіздер сол екі адамды татуластырсаңыздар, соның өзі сіздерге үлкен садақада. Садақа дегенде ол тек қана ақшалай емес, ол жан жақты. Сіздер тамақ әкеліп берсеңіздер бір отбасыға, оның өзі үлкен садақа. Сіздер қатты қиналған үлкен әжелердің үйлерін жинап берсеңіздер де садақа. Сіздер адамға көмектессеңіздер де оның өзі садақа. Садақаның ол тек қана бір тараптан емес, оның көп тарапы бар да. Күліп жүріп, жақсы сөз айтып, айналасының бәріне шуақ шашып жүргеніңіздің өзі үлкен садақа. Білесіздер ме? Күле алмаймын дейді. Кейбіреу айтады, күле алмаймын. Мына жерімде өксік толып тұр, тамағым былай тұр, қиналып тұрмын, не істерімді білмеймін.
өзімді қозғала алмай жатырмын, стрессқа түсіп жатырмын, не істеймін деп дейтіндер өте көп. Иә, білесіздер ме, мен сіздерге не айтамын? Сіздер неге олай екенін білесіздер ме? Біріншіден мен сіздерге айттым, балалық шақ дедім. Ол балалық шақтан қалған бір қандай да болсын түйін қалып қойып тұр сіздерде. Екіншіден, осы күн яғни варианты, сіздер осы күнге дейінгі қалып қойған, шешілмей қалған сіздерде тағы да айтам түйін қалып тұр. Үшіншіден айтам, ол сіздерді тума-туыспен отбасыңыз, яғни ата-анаңызды қабылдамай, жақсы көрмей қалғандағыңыз, яғни сол үш вариантты сіздерде міндетті түрде біреу болады. Сосын төртіншісі, сіздер айтып кеттім алдыңғы сабақта, иә, қатты махаббатты күтесіздер, қатты күтесіздер, яғни сосын өздеріңізге берілмей қалса ашуланып қиналасыздар. Сондай сияқтылар сіздерге қатты өксік алып келеді, сіздер қатты қиындатады сіздердің өмірлеріңізді. Ал сіздер неден екенін білмей тұрасыздар да, ештеңе жасағыңыз келмейді, жата бергіңіз келеді, ұйықтай бергіңіз келеді. Тағы да оның бір варианты бар. Оның былай қарасаңыз, отыра берсеңіздер, оның варианттары көп та. Тағы да бір варианты, сіздер жоспар құрасыздар ғой алдарыңызға, қандай да бір мақсат, жоспар, планмен жүресіздер, иә. Сол планмен жүргенде сіздер міндетті түрде сол пландарыңызды толтырып аласыздар. Толтырып алғаннан кейін оның бәрін шеше алмайсыздар. Шеше алмай, не істеймін, қалай бітемін, мыналардың бәрі алдында жасалынатындар көп деп күнделікті айтасыздар. Оны қиындатасыздар, яғни бір сөзбен айтқанда. Сондықтан ол сіздерге миыңызға нагрузка алып келеді, ең соңында сіздер қиналып, оны істегілеріңіз келмей, жата бергілеріңіз келеді. Оны шешкендеріңіз абзал. Ал оның барлығының түп нұсқасы қайда алып келеді айтайын ба? Ең бірінші өздеріңіздің өмірлеріңізді өздеріңіз қолға алуларыңыздан алып келеді. Өздеріңіздің өмірлеріңізді өздеріңіз жауапкершілікке алуларыңыздан алып келеді. Өздеріңіздің өмірлеріңізге өздеріңіз қожайын болудан бастап алып келеді. Ал кейін оның техникасы өте көп техникасы. Бір ғана техника мен сізге жарайды деп мен айта алмаймын. Мысалға, бір техниканы мен жасаймын, ол маған жарамды болады, ал сізге ол жарамды болмайды. Неге? Себебі біздерде қалып қойған түйін әркімде әртүрлі, әрқалай. Сондықтан да мен сіздерге оны нақты айта алмаймын. Енді қараңыздар, садақаны мен сіздерге айттым. Енді мен сіздерге пікірді неге айттым, иә? Мен сіздерге ютубты неге айттым, немесе чатқа неге жазуларыңызды айттым, иә? ютубқа жазыңыздар жібердім, оны мен өзім де көріп отырамын, ютубқа барлықтарына жауап беріп отырамын, мен қараймын, иә. Бірақ ютубтан неге екенін білмеймін, комментарий жоқ. Комментарий тоқталып қалған, яғни білмеймін, кейбір менің ютубтарымда видеоны қойғаннан кейін комментарий өзімен өзі ютубтың ұйымдастырушылары алып тастайды. Енді осы менің видеомда да сондай болып қалған, ал мына видеомда ондай болмайды деген үлкен үміттемін, білмеймін, енді оны да көреміз. Пікір деп айттым, неге? Себебі мен сіздердің пікірлеріңізді оқи отырып шабыттанамын да. Соны оқи отырып мен көңілденемін да. Егер де сіздер маған сабақтың қалай болып жатырғандығын айтпасаңыздар, егер де сіздер маған бір ауыз сөз айтпасаңыздар, пікір білдірмесеңіздер, яғни плюс минусын ұсыныс айтпасаңыздар, мен шабыттанбаймын. Мен түсіргімді келмей қалуым мүмкін. Сіздер егер де Лаура ханым, мені жақсы орындадық, тапсырманы жасап жатырмыз дегеннің өзі маған үлкен шабыт әкеледі да. Мінекей қызығып жатыр, мінекей білім алам деушілер көп. Сонда мен егер де сөйтіп айтып жатырған адамдарға мен одан сайын бере бергім келеді, одан сайын айта бергім келеді. Бөлісетін нәрселер бар ғой енді, шүкір, бірақ та сонда да білімді тоқтатпау керекпіз. Сондықтан мен солай сіздерге айтқан болатынмын. Келесі, мен сіздерге күніңізді жазып жүріңіздер дедім. Неге сіздер күндеріңізді жазып жүресіздер? Себебі әрбір күн, әрбір секунд қадірлі да. Соның бәрін сіздер жазып бағалап жүрсеңіздер, әрбір күніңізге есеп бересіз да. Ашып қалып, мына күні мен не істеп едім десеңіз, бәрі жазылып тұрады ғой. Бос өткіздіңіз бе, бос өткізбедіңіз бе, бәрі жазылып тұрады. Сонда сізге бір жақсы болады да. Сіз мысалға сіздер ертеңгі күні мен не істеймін, қандай іс-әрекет жасаймын, уақытымды қалай сапалы етсем болады
дегеннің өзі сіздерге бір үлкен мотивация да. Сіздер бос өткізбеуге тырысасыздар да күндеріңізді. Сіз әр күніңізге есеп беріп үйренесіздер. Мен сіздерге сондықтан да айтқан болатынмын. Менің өзім 12 жасымнан бастап күнім жазатын болдым. Әрбір күнімді емес, мен ол уақыттарда бөлек-бөлек жазып бастаған болатынмын да. Сосын бөлек-бөлек жазып бастадым. Содан кейін үзіліп қалды. Күнімді жазу үзіліп қалғаннан кейін барып мен араға шамамен бір 5 жыл дейін бекен, бір 6 жылдай қосқаннан кейін барып мен әрі қарай өзімнің күнімді жазуды бастадым. Өзімнің күнімді жазудан бастағаны ең алғашында мен депрессия деп айтпаймын, сәл қиындық болды. Жылағым келді өзімен өзі. Сондай менде жағдай болды. Болғаннан кейін мен бала шағымнан бастап жазуды жазғым келді. Қатты жазғым келді. Бір дәптерді, общий дәптерді сатып алдым да әйде жаздым. Бала шағымнан бастадым да бәрін жаздым. Жазғаннан кейін мен айттым, мен әрбір күнімді жазамын. Содан кейін мен сол кездері сәл қиындықтар болғанда мен әрбір күнім жазатын болдым. Дәл қазірге дейін мен әрбір күнімді жазамын да. Әрбір күніме жазуға тырысамын. Кейде болады, бәрі қарбаласып кетеді де 5 күн жазбаған күнім болады. Бірақ бір күні отырып аламын да, мына күні не істедім, бәрін жазуға тырысамын. Солай дағдыма айналды. Әрмен қарай мен сіздерге оны неге айттым? Себебі сіздерден де дағды болғанын қаладым. Сіздер де соған үйренгендеріңізді қарадым. Бәлкім ана өмірге барғанда сіздерге ол да жеңілірек болып қалар. Сондықтан да соны сіздерге берген болатынмын, бірінші күні. Ал екінші күні мен сіздерге менің осы күнге дейін жеткен жетістіктерім туралы жазуға бердім. Білесіздер ме? Мен неге оны бердім? Кейбір адамдар, мен бір кітапты оқығанда Джон Кеханы оқыдым дейсің, мен ойлай біл. Сол кезде бір кісі арманы орындалмайды. Қатты қиналады, не істерін білмейді, жүреді. Ажырасып кеткен 2 баласы бар. Қатты қиналып жүрді. Сосын Джон Кех азандайды, мен қиналып жатырмын. Мен не істесем болады? Менің мына армандарым орындалмай жатыр. Сенде қандай арман бар дейді. Менде арманым Америкаға, яғни туғандарыма барып қайту. Мен жақсы жұмысқа орналасу. Ақшамды не алғым келеді соған жету. Сосын жақсы адамға тұрмыс құру дейді. Сосын ол кісіге бірнеше кеңес береді, онымен сөйлеседі. Яғни содан кейін, 1 жылдан кейін ол кісі қайтып звондап тұр дейді. Алло, Джон Кех, мен деген солай, мен сізге үлкен рахмет. Менің армандарымның бәрі орындалды. Білесіз бе, таңғажайып дүниелер болып жатыр дейді да менің өмірімде. Мен керемет жаңа тұрмысқа шықтым. Менің балдарым қуанып жатыр. Мен әпкеме Америкаға барып келдім. Көптен бері көріспеген соған бардым дейді да. Жақсы дейді. Енді менің басқа арманым орындалмай жатыр дейді. Мен не істеймін дейді. Неге менікі орындалмай жатыр? Ұсақ болып кетті. Неге деп солай таңғалып сұрайды да. Сосын Джон Кех айтады, сіз дейді өткен жетістігіңізге оралып, рахметіңізді айтып, жаңа қадам басуыма не дейін дегенде айттыңыз ба дейді да. Сосын барып ойланады ана кісі. Жоқ дейді, мен өткен шағыма мүлдем оралмаппын дейді. Маған ол жасағандай болды да кетті дейді. Болды, мен басқа армандарым, оны ұмытып кеттім дейді да. Оны ұмытып кеттім де жаңа армандарға бірден қадам басып кеттім дейді. Жоқ, олай болмайды дейді. Сіз міндетті түрде оған өткен шаққа оралып, рахметіңізді айтып барып, мен жаңа қадамдарды бастап жатырмын дегендей жасаңыз дейді да. Сосын барып оны түсініп, жаңа қадамдарға әрі қарай қадам басады. Сондықтан да кейбір жандар, кейбір адамдар, яғни мен де жеткен жетістіктеріміз туралы ұмытып кетеміз. Оның бәрі бір болу керек нәрсе деп сезінеміз. Жоқ. Оның бәрі біріншіден ниет қойдыңыз, екіншіден сіздің осы арманыңыздың орындалуына Алла тағаланың өзі сіздерге көмектесіп тұр да. Соны да ұмытып кетпеңіздер міндетті түрде. Қараңыздар, жеткен жетістіктеріңізді жазып, оларға рахмет айтып, оларды қабылдап, одан кейін тағы да арман мақсаттарыңыз бар екенін қадам бассаңыз, онда сіздердің жететін жетістіктеріңізге әрі қарай өте оңай қадамдар жасалады. Бір адамдар бар, айтады, менің жеткен жетістігім тек қана біреу, мен өмірімде тек қана бір жетістікпен жеттім дейді.
Жоқ, сіздер өмірлеріңізде бір ғана жетістікке жетуіңіз мүмкін емес. Егер де сіз оқушы болсаңыз, мүмкін сіз грантқа түстіңіз, жеткен жетістігіңіз, мүмкін сіз өте жақсы оқыдыңыз, мүмкін сіз тұрмыс құрсаңыз, сіз ана болдыңыз, жеткен жетістігіңіз, я сіз келін болдыңыз, жеткен жетістігіңіз. Сіздің жеткен жетістігіңіз қандай да бір машина алу, үй алу емес. Мүлдем олай емес. Сіздің жеткен жетістіктеріңіз өмірлеріңізде қандай жақсы жетістікке жеттіңіздер. Соны да ойлана біліңіздерші. Сондаған істерін қарап отырсаңыздар, көп жетістікке жеткенсіздер ғой. Оны сіздер ашып айта алмай отырсыздар, оны сіздер ұмытып қалып отырсыздар. Жоқ, мүлдем ұмытуға болмайды. Ешқашан, еш уақытта. Сіздерге ренжиді олар. Ренжіп сізге әрмен қарай жолыңызды жауып тастайды. Сосын сіздер қалай әрмен қарай қадамдар жасайсыздар. Әрине одан кейін депрессия, стресс, міне орындалмай жатыр, менің нелерім бұрында өте жақсы орындалатын еді, неге орындалмай қалды, ондайлар болады. Сондықтан да рахмет, шүкіршілік айтасыздар. Сол жеткен жетістіктеріңізге ораласыздар, міндетті түрде. Сол үшін мен сіздерге берген болатынмын. Келесі мен сіздерге Алан 99 есімін бердім, өзім тыңдағанды жақсы көрем, бірақ жаттадым деп толықтай айта алмаймын, 100% сенімді емеспін, дегенмен қатты жақсы көрем. Егер де жаттасаңыздар, Алланың өзі сіздерді жұмақ қалып барады дейді. Ал мен сіздердің барлықтарыңызды осы өмірде жетістікке жетіп қана қоймай, ана өмірде де жақсы өмір сүргендеріңізді қалаймын да, жұмақта болғандарыңызды қалаймын да. Сондықтан да мен сіздерге мүмкін менде бір пайда тиіп қалар деген оймен сіздерге жаттауларыңызды қаладым. Енді қараңыздар, міндетті түрде оны жаттаңыздар. Мен сіздерге видеоны жібердім, соны қарай отырып, немесе ютубтан Алан 99 есімін айтып, күнде сол интонациямен жаттаңыздар. Соны астына оқып, Алланың мына есімінің мағынасын оқып, сонда осымен оқыңыздар, өте жақсы әсерде боласыздар. Сосын мен сіздерге сүрені айттым. Мен сіздердің сүреде оқып, әрі қарай имандарыңызды күшейткендеріңізді өте қатты қалаймын. Менде де соған жайлап аяқ басып келе жатырмын, барлық жақсы болады деген ойдамын, үміттемін, бұйыртса енді. Сондықтан да әрі қарай жаттай беріңіздер, Оны да ютубтан қарап, істеп, бірге айтып отырсаңыздар өте жақсы болады. Келесі, мен сіздерге тағы да садақа беріңіздер деп айтып кеттім, Қараңыздар, жалпы сіздерге жаңа ғана мен садақаның қандай түрлері бар екенін айттым, Енді мен сіздер айтасыздар, кейбіреулеріңіз, оқыдым, садақа ол тек қана Алла, ол бізге сауапты ма, сауапсыз ба, оны Алла жауап береді, оған біз емес. Бірақ ол біздің парызымызда садақа беру. Енді мен сіздерге соны тек қана жетіп күнге неге қойдым, сіздерге өте қатты оңай болу үшін қойдым да. Сіздердің оған ниеттеріңіз үйреніп, сіздер оған дағдыланып, сіздер берушілер қатарынан еніп, сіздердің әрі қарай өскендеріңізді қаладым да. Сол себептен мен сіздерден әрі қарай жауап алып отырғым келді. Бердіңіз бе, бермедіңіз бе, себебі берсеңіз, сіздер әрмен қарай уже оған үйренесіздер да. Тек қана ақшамен керегі жоқ. Жақсы ақшаңыз жоқ па, көндім, оған керегі жоқ. Тек қана күліп жүріңіз, болды. Соның сіздер үлкен садақ. Міне, бердім, міне Лаурханым, мен күлдім десеңіз, маған оның өзі үлкен сіздерден жетістік қой. Сондықтан да мен сіздерге айтатыным, егер сіздер өздеріңізге отчет берсеңіздер, күнделікті беріп жүрсеңіздер, сіздер дағдыға айналса, онда ол керемет болады. Тағы да күндеріңізді міндетті түрде жазып жүресіздер, Енді мен сіздерге айтқым келіп тұр. Білесіздер ме? Мен сіздерге отырып алып, оқып жатырған сабақтарымды айтуыма болатын еді. Оқып жатып эмоция туралы, оқып жатырған денсаулық, реніш, ашу, кек, ыза туралы тағандай сабақтар, сол туралы сабақтардан, яғни қарым-қатынас бәрін сіздерге айтып отыруыма болатын еді. Бірақ білесіздер ме, мен сіздердің бастарыңызды бұлай қатырғым келмейді. Ең бірінші осы 7 күнде сіздердің оларды меңгеріп емес, өздеріңізді қолға алып, өздеріңіздің өмірлеріңізді қолға алып, өздеріңіздің дағдыларыңызды қалыптастырып, содан кейін барып әрі қарай үлкен қадамдар жасағандарыңызды қалаймын да. Барлығы кішкентайдан басталады. Сіздер мысалға бір жүгіргіңіз келеді да, сіздің қатты жүгіргіңіз келеді. Егер де сіздер сыртқа шығып бірден жүгіріп кететін болсаңыздар, екінші күні шыққыңыз келмейді.
бірінші себеп қатты аяғыңыз ауырады. Екінші себеп сіздерге қатты нагрузка түседі де ауыр екен түсінесіздер. Мен бұған шыдай алмаймын дейсіздер. Ал білесіздер ме, оның ең қандай тиімді жолы бар? Сыртқа шығасыздар, жай ғана қарап тұрасыздар. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн. Ал ары қарай сіздер жайлап жүресіздер. 5, 6, 7 күн сөйтіп жүресіздер. Жайлап скоростьті қосасыздар. Яғни скоростьті қосасыздар. Ал 10-ші күн сіздер жайлап жүгіресіздер. Мысалға айтамын, или бір айдан кейін жүгіресіз. Сонда ғана сіздер әрі қарай үйреніп кетесіздер жүгіріп. Сосын сіздерге өте жеңіл болып кетеді. Сол сияқты мен сіздерге кішкентайдан бастағым келді. Сол себептен мен сіздердің дағдыларыңызды қалыптастырып барып сіздердің былай өз өмірлеріңізді ұстағандарыңызды қаладым да. Сол себептен мен сіздерге барлығын жайдан бастап айтып келе жатырмын. Болатын еді менің сіздерге отырып алып, мына денсаулықты былай жақсартуға болады, мына эмоцияны сақтасаңыздар былай істеулеріңізге болады, ренішті былай, қарым-қатынасты былай. Жоқ. Ол туралы да, самооценка туралы да барлығын айтуыма болады, бірақ ютубта да менің ондай айтқандарым бар жетерлік, иә. Онымен қоса мен емес, өзге адамда айтқандары бар, иә. Дегенімен мен сіздерге ең тиімді, ең жақсы өзіме ұнайтын жолдардан бастағанды көрдім. Және егер сіздер фитнеске баратын болсаңыздар, сіздер фитнеске бәрі ауыр тренажеркадан бастап кетпейсіздер ғой. Жаңа айтылған сияқты, оның өзі сіздерге аяқ-қолдарыңыз дірілдетіп, ауырып екінші күні келгізбейтін етіп тастайды. Сіздер барасыздар, егер де беговой дорожкаға жүгіргіңіз келсе, тек қана тұрасыздар. Бірінші күн тұрасыз, екінші күн тұрасыз, үшінші күн тұрасыз. Ал төртінші күні сіздер жайлыққа қойып қоясыздар да жайлап жүгіресіздер. Ал ары қарай сіздер жайлап жүгіре бастайсыздар. Барлық нәрсе естеріңізде болсын, барлық нәрсе минималды аз нәрседен басталады. Жайлап бәрі жайдан басталады. Бірден ауырға секіріп кетсеңіздер ештеңе шықпайды. Оның бәрі кайдзен заңында айтылған. Кайдзен кітабын оқысаңыздар өте пайдалы, иә. Түйсікпен ойлай білді оқысаңыздар өте пайдалы. Сондықтан да кітапты көп оқуға тырысыңыздар. Кітап деген қандай күшті, иә. Сосын мен де сіздерге дәл осылай істеуді жөн көрдім. Бүгін мен оқып отырмын. Негізі сіздерге айтайын, иә. Мына сөйлеп отырған сөзіміз, әрбір айтқан мына жерден шығатын сөздердің бәрі өздеріңіздің тағдыры екендігіңізді ұмытып кетпеңіздер. Мынау сіздің тағдырыңызды құрап жатыр да. Және осы айтылған сөздеріміздің бәрі жазылып жатыр да негізі. Енді қараңыздар. Жаңа ғана мен көбінесе Омар Хайямды да оқимын да кейде. Енді сонда жазылып тұр да, неге сенсең, сол сенің әлемің болады дейді. Сондықтан мен сіздерге айтқым келіп тұр. Еш уақытта, ешқашан жаман ойлаудың қажеті жоқ. Егер де сіздер қандай да бір кішкентай капля миларыңызға жаман ақпарат пен жаман ой беріп қойдыңыз ба, сол сізді бір кішкентай капляның өзі үлкейтіп жібереді, былай сізді үлкейтеді. Әрмен қарай сіздерге қадам басуға мүлдем көмектеспейді. Қиындатып бәрі отыра береді. Сондықтан да ешқашан еш уақытта бір Қытай келді ме, Қытай бір сіздерге капля жамандық келді ме? Жоқ, Лаура. Ол тек қана сенің ойың. Ол сенде тұруға құқы жоқ. Сен өз миыңды басқарушысың. Мен сенің қожайыныңмын. Мен тек қана жақсылықтар ойлаймын. Менің әрқашанда әр күнім өте оптимист, яғни өте сапалы, өте жақсы өтеді. Мен миымның қожайынымын, мен сенің қожайынымын. Екеуміз бірге отырып серіктес болайық, екеуміз дос болайық деп отырып, миларыңызды өздеріңіз бағындырып алыңыздар. Сондықтан да бірінші ауыздан шыққан сөз құдіретті. Екінші мына қай нәрсеге сенесіздер, соның бәрі құдіретті. Ойдың өзі құдіретті, ой білсеңіздер, қаншақты ой құдіретті екен. Сіздердің кейбіреулеріңіздің бір кішкентай бір нәрсе ойлауыңыз, бір айтқан сөзіңізде бір нәрселер орындалып қоюы мүмкін, бірақ сіздер оны білмейсіздер да, ұмытып қаласыздар, яғни. Бірақ ол шынымен де құдіретті. Себебі менің өзім, білесіздер ма, барлық нәрсе, барлық жағдай сәл барлық қиындықтан басталады, бірден бәрі оңай болып кетпейді. Менің өзімде де сәл қиындық, жайлап қадамдар басып, шүкір осыған да жеттім, жайлап оқуға да жеттім, яғни мен былай мысалға шыны керек
700 мыңға оқимын деп, мысалға мен психологтың ары қарай оқимын, дамимын деп мен ұйықтасам да түсіме кірмепті, иә. Ол кезде мысалға ол кездегі Лаураға оралар болса, бәлкім басқа Лаура болар ма еді, иә. Ол психологияға келмеген, сәл басқаша, бірақ өзі қатты психологияны жақсы көретін Лаура, иә. Ал дәл қазіргі кезде тереңдетіп оқып отырған, мысалға, иә. Солай сіздерге айтарым, яғни бәрі қиындықтан жайлап басталады, адам соған жеңіп, соны әрі қарай жақсы қадамдар басады. Сосын оқисын желеп кітап оқып бастадым. Біріншісінде мен бір айда жатып алып 7 кітап, 8 кітап бәрін оқыдым, иә. Білесіздер ма, өте қатты кітап көмектесті. Мені кітап кәдімгідей алып шықты. Содан кейін барып, кітаптан бастап мен тренингтерге қатысып бастадым. Тренингтен кейін қатысып бастағаннан кейін мен Москвадағы 1 жылдық психологияны оқып бастадым. Яғни түйсік туралы барлығын оқып бастадым. Кейін осы жылы енді мен яғни консультацияны қалай жүргізеді, адамдардың түйіндері болсын, адамдар қиналып келеді ғой консультацияға, соған қазір оқып жатырмын да. Енді білесіздер ма, бастапқыда түйсікпен сөйлесесіздер. Түйсік не екенін білесіздер, ішкі әлеміңізге үңілесіздер. Өте жақсы ғой. Сіздер осының бәрін сіздерге мен айтам, сіздер бәрін орындасаңыздар, сіздер ішкі мендеріңізге үңілуге жайлап қадам жасайсыздар. Оның бәрі болады. Сөйтіп ішкі әлемдеріңізге үңілесіздер, оны көресіздер, сезінесіздер, онымен сөйлесесіздер, және оған жайлап тапсырма беріп, соны орындайсыздар да. Қай уақытта тұрғыңыз келеді, сол уақытта тұрасыз, яғни жетонда дейсіз ба, соған сигнал беру арқылы жетонда тұрасыздар, мысалға. Сосын дәл қазіргі уақытта, шүкір, мен ойлаймын, жай ғана ойлаймын да айтам, маған осындай керек еді деймін. Немесе осы ораза уақытында өте қызық, иә, қатты қуанамын, рахмет, иә. Мен жүрдім, жай ғана мен қатты жегім келеді тамақ демеймін, енді ораза уақытында мен ойладым, так, мен не жегім келіп тұр? Мен пачуп салатын жегім келіп тұр. Я, Лаура, сен көптен бері жемедің дедім де, я жегім келіп тұр деп өзім былай сөйлестім де қойдым. Болды, ұмытып кеттім. Сол күні сөйлестім, одан кейін мен кешкісін вождениеға, яғни сабаққа кетіп қалдым. Сабаққа кетіп қалғаннан кейін үйге келсем, анам келіпті. Анам дәл менің көз алдымда пачуп салатын жасап тұр. Мен өте қатты таңғалдым. Мама дедім, мен шок болдым сол кезде. Мен бүгін қана сол салатты мен кәдімгідей жегім келді дедім да. Соның сіздің жасап жатырғаныңызға мен қатты таңғалдым. Сөздің сондағы құдіреті, сондағы ойдың құдіреті, сондағы, білмеймін, иә, мүмкін барлығын кәдімгідей ашып, тазартып, яғни істегеннен кейін ойыңда, сөзіңде барлығы орындалады екен деген шын екен ғой. Сондықтан да мен сіздердің барлықтарыңызға айтамын. Ойда, сөзде барлығы орындалады. Қазір сіз қиналып жүріңіз мүмкін. Жетіспеушілік болуы мүмкін. Бірақ білесіз бе, бұның бәрі өткінші. Оның бәрі орындалады. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Сізге тек қана Алла тағаланың кішкентай бір сынағы келіп тұр да, солай түсініңіздер болды. Сол сынақтан сізді қалай шығады екен деген сияқты сізге келіп тұр. Одан сіз оңай шығуыңыз керек. Сізге оның бәрі оңай болу керек. Сіз шығасыз, істейсіз, әрі қарай сізде өте қатты жол ашық тұр да. Сондықтан өзіңізге сеніңіздер, сіздерде бәрі жақсы болады. Сіздер менен де асып кете аласыздар. Шын айтам, сіздер даже үлкен әлемді бағындыратын, сіздер мықты тұлға болып кете аласыздар. Сіздер әрбіреулеріңіз қайталанбас тұлғасыздар. Ұмытпаңыздар, иә. Сіздер ешкімге ұқсамайсыздар. Соны ұмытпаңыздар, міндетті түрде. Барлығы өздеріңіздің қолдарыңызда, барлығы сіздердің қолдарыңыздан келеді. Тек қана сенімді болыңыздар, болды. Берілген сынақ болмаған, мен бұны қалай да болса бұйырса шешем, Алланың разылығымен бәрі жақсы болады деген сияқты сіздер өздеріңізге негатив емес, оптимист ретінде шешіп, әрі қарай қадам басыңыздар міндетті түрде. Сонда ғана сіздерге ол көмектеседі. Әр жағдайда мен сіздерге енді білесіздер ме, сіздердің көпшілігіңіз айттым ғой мен алдыңғы сабақта, иә, қиналғанда, яғни денсаулықтарыңыз нашар болып тұрғанда, ауырып тұрғанда, яғни бір нәрсе жетіспей тұрғанда кешірім сұрай беріңіздер. Алладан кешірім сұраңыздар, және Аллаға айтаңыздар, я Алла, мен қай адамды ренжіттім, сол адамнан мен
сол адамның кешірім сұраймын деп сіздер кәдімгідей жазып соны сол адамнан кешірім сұраңыздар. Егер де мына сіздердің бір нәпсілеріңіз ұстап қалмаса, сол адамнан бар ғой, звондап болсын кешірім сұраңыздар. Неге? Себебі білесіздер ме, ол психологиядан да айтылған, сіз қандай да бір адаммен ренжісіп, кекілжің болып қалатын болса, денсаулығыңызға өте зиянды. Ауруға ұшырайсыз да. Ол ауру деген жай ауру болмайды. Ол ауру сіздерде кешірім сұраймын, жазылмастай болады. Жазылмайтындай кәдімгі ауруға ұшырайсыздар. Сондықтан да Қытай деректерінде айтады, егер де сіздерге қандай да бір ауру жіберілетін болса дейді, сол ауруды сіздерге белгі ретінде жіберді деп түсініңіздер дейді да. Сондықтан да бір жеріңізге ауру келді ме, оны шешіңіздер. Мысалға менің қолым, қараңыздаршы менің қолымды. Менің қолым кішкентай кезімнен бастап менің қолымда мына жерлерінде дөңгелектер шығатын болды. Қатты тырнайтын болдым. Қатты қышиды. Мен оны неге екенін білмедім. Кетеді, шығады. Ол шыққаннан кейін барып екіншісі мына жерлеріме шығатын болды. Мына жерлерім қып-қызыл болады, қатты ауырады кейде деген естерімді білмеймін, қатты қиналатын болдым. Ол шығады кетеді. Енді үшіншісі шықты, менде жара шығатын болды. Мына қолдарыма жара, олардың бәрі қышиды. Өзімен өзім қышиындап отырамын, не екенін мен білесіздер, мен осы жақында ғана білдім. Себебі мен кейде өкпешіл адам екенмін да. Өкпешілігіне қатты сонан бір кек аламын, ренжим демеймін. Мысалға мені қарапайым бір інім сәл сөзге бір нәрсеге айтып, ту былай болмай жатыр, былай болып жатыр, сенікі дұрыс емес деп маған айтып қалса, мен сәл оған ренжіп қалады екенмін. Бұл мен саған ренжіп қалдым деймін де, мен сәл отырып аламын. Ал одан кейін кішке дейін ұмытып қаламын, Бірақ ренжпен сәл өкпешіліктен ол шығады екен. Сондықтан да оны сіздерге кеңес беремін. Өкпешілі болмаңыздар, реніш болмасын, тәкаппарлық деген мүлдем болмасын. Сындырыңыздар, мына тәкаппарлық өмірлеріңізді құртады. Корона, мына жерге тәкаппарлық, сіздер корона киіп аласыздар да отырасыздар. Мен өзгелерден жоғарымын. Мен бәрінен жоғарымын. Мен қолымнан бәрі келеді деген сияқтар айту дұрыс емес, бәрі қолыңыздан келеді, оған сенімдімін деген мен тәкаппарлық деген болмайды. Сосын көп нәрседе айтам, нәпсіңізбен күресіңіздер. Өте қиын. Нәпсімен күресу, Ағзубилля, шайтан келеді де айтады, жоқ, сен не істеп жатырсың? Сен ана жақта сен туралы айтып жатыр деген сияқты айтпаса да сөйтіп айтады. Айтып жатыр, сен жаққа бару керексің, сен оған сөйлеу керексің, сенің мысалға мына тамағыңды ол жеп қойған деген сияқты көп нәрсені алады да, мына миымыз қалады да әкеліп тұрады, сөйлеп тұрады. Оны біз біліп тұрамыз, автомат түрде бізге сөйтіп айтқан, бірақ мына сөзден ауыз шығып кетеді де, оны қалай ұстап қалатынымызды білмейміз. Әрі қарай ауыр сөздерді атқылағанда, әрі қарай ол адамның жүрегіне тиіп қалады. Ал біз оны жүрегіне тигенін де білмейміз, сөзді айтып тастаймыз да жүре береміз, болмайды. Олай жасамаңыздар, Көп жағдайда сондай жағдайлар болады. Олай болмайды. Нәпсілеріңізбен күресіңіздер, кешірім сұраңыздар міндетті түрде. Рахмет айтыңыздар айналаңызға. Міне қазір мен сіздерге тапсырмада айтамын оның бәрін. Мен сіздерге көбінесе теорияға қарағанда практикамен істегенді жөн көріп отырмын да. Себебі сіздердің жасағандарыңыздың бәрін жасасаңыздар, мен айтқандарым бәрін жасасаңыздар, егер де сіздерден мен жетті күнде міне нәтижені көрсем, мен қатты қуанам. Да, одан сайын білімді бергім келеді да. Сондықтан да мен сіздерге ең бірінші осы 7 күнде айтып кеттім, бана да айттым, тағы да айтам. Практика жөнінен сіздермен көп жұмыс істеп, 7 күнде, хотя бы 4 күнде хотя практикамен жұмыс істеп, сіздермен дәл осының бәрін өздеріңіздің дағдыларыңыз етіп қалыптастырып, осының бәрін жазып, шығарып істегеннен кейін барып, 3 күнінде мен сіздермен даже консультация жасауға дайынмын да. Мен сіздермен бір түйін бә соны шешуге де дайынмын. Сіздермен сонымен де шығуға дайынмын. Сіздерге бір айтпаған сабақтарымды айтып, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп, кез келген сіздердің мына білгіңіз келген ақпаратпен де бөлісуге дайынмын да. Сондықтан да ең бірінші мен сіздермен практикамен жұмыс жасап алайын, менің өзімнің жасап жүрген. Маған осы қатты көмектескен солармен мен сіздерге соларды бөлісіп, әрмен қарай уже жақсы болып кеткендеріңізді қалаймын. Енді 3-ші сабақ
үшінші сабақтың үй тапсырмасы жазып алыңыздар, иә. Мен де жазып аламыз, мен жазып алдым сіздерге, бірақ барлығын жазып қойған болатын. Міндетті түрде жақсы ойлап жүріңіздер, міндетті түрде жақсы ой болсын, міндетті түрде жақсы ой болсын сіздерде, міндетті түрде қандай жағдай болмасын, сіздер ол жағдайдан бір жағдай болса екі тараптан ойлайсыздар, және бір негатив болатын болса оны позитивке айналдырып жібересіздер. Сонда ғана сіздердің қолдарыңыздан бәрі келеді. Енді келесі бізде тапсырма. Мен сіздерді орындап жатырған жоқ деп айтпаймын, бірақ менің айтып жатырғандығым сіздерге, менің мына сөйлеп жатырғандығым, иә, Алланың маған сіздерге айт деп жатырғандығы ғой. Түсінтірсіздер ма? Сіздер оны орындамай жатырсыздар ма? Маған соны орындасын деп жатыру да мүмкін, бәлкім. Сіздер кей кездері ұмытып кетсеңіздер. Жарайды ма? Сондықтан да эфирді барынша сақтауға тырысамын. Мен қазір мына прямой эфирден кейін қалай болатынын білмеймін, бірақ сақтауға тырысамын міндетті түрде. Енді қараңыздар, 3-ші сабақтың үй тапсырмасы сіздерде қандай? Ең бірінші сіздер міндетті түрде келесі этап сіздерде менің қатты жақсы көретін этабының бірі өздеріңіздің қатты қалап жүрген, яғни 100 армандарыңызды жазасыздар. Мүмкін арман жазыңыздар, бірақ тағы жазу ол артық етпейді. Арман жазасыздар, 100 арман. Мен тыңдаңыздар, мен дейсіздер, сосын мысалға машина деп айтайын, мен машина алдым деген сияқты, мысалға 100 армандарыңыз жазасыздар. Ең біріншісінде мен болу керек, және сіздер дәл осы жақпен жазу керексіздер, міндетті түрде. Өткен жақ керек емес, мен машина аламын, мен үй аламын, мен телефон аламын, жоқ. Болмайды. Өткен жақпен жаза беретін болсаңыздар, сіздер өткен жақпен жүре бересіздер, көп жүре бересіздер, ал мына жаққа сіздерге жету қиын болып кетеді. Ол одан сайын қиын. Сондықтан да дәл осы жақпен жазасыздар, 100 арман. Жеткендеріңіз жақсы, жетпесеңіз одан да жақсы. Жарайды ма? Ең біріншісі сіздерге. Екіншісі жазасыздар, 2021 жылғы менің мақсатым. Сол армандарыңызды қарайсыздар. Қарай отырып, осы ең негізгі не? Ең негізгісі қайсысы орындалу керек? Соның түртіп аласыздар да 10 жазасыздар. Міндетті түрде. 10 жаздыңыздар ма? Жарайды. Мен осы жақ. Басқа бетіне жазасыздар. Үшіншісі жазасыздар. Мен осы 10 мақсатымды, сіздер бар ғой, 10 мақсатым сұраймын, 5 алыңыздар, 5, себебі өте қиын болып кетеді. 5 мақсатты аласыздар. Осы 5 мақсатты орындау үшін мен қандай әрекет жасау керекпін, яғни жоспар. Егер де сіздер машина алу керекпін деп жазсаңыздар, ол үшін мен не істеу керекпін? Ол үшін мен ақша копить жасау керекпін. Ал ақшаны мен қалай копить жасаймын? Мен күніне 10 теңгені копильникке саламын деген сияқты жоспар құрасыздар. Мен ютубқа сабақ берем келеді. Мен ол үшін не істеу керекпін? Көп кітап оқу керекпін. Немесе бір кітапты оқып, сонымен бөлісу керекпін деген сияқты сіздер жоспар құрасыздар. Алдарыңызға сол жоспарды күнделікті орындайсыздар. Міндетті түрде, жарайды ма? Яғни күндік жоспарыңыз. Күндік жоспар, сосын апталық жоспар жазыңыздар. Аптадан кейін сіздер айлық жоспар жазыңыздар. Бірақ толтырып алудың қажеті жоқ. Миларыңызға тым загрузка болады. Кішкентай алыңыздар. 3 жоспар болса күніне жетеді. Содан бастаңыздар. Жарайды ма? Соны жазасыздар міндетті түрде. Осыны жазасыздар. 4-шісі күндеріңізді жазасыздар міндетті түрде. Ал 5-шісі сіздер садақа бересіздер міндетті түрде. Жарайды ма? Осыны орындайсыздар. Осы сіздердің 3-ші күндік сабақтарыңыз, ал 4-ші күнгі сабақтарыңыз, оны мен бұйырса ертең сіздерге сабаққа шығатын боламын. Ертең шыққанда мен сіздерге үй тапсырмаларыңызды берем, және сіздерге айтқым келіп жүрген тақырыптармен бөлісетін боламын. Жарайды ма? Әрі қарай осы мен бергім келгендердің бәрін сіздерге беріп, сіздер орындағаннан кейін сіздермен сөйлесу мүмкін, әбден мүмкін. Жарайды ма? Солай. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ақмарал ханым, сізге үлкен рахмет. Соңына дейін тыңдап отырсыз ғой. Қараңызшы, Ақмарал ханым, мен мана сабақтың ең басынан айтып кеттім, егер де қиын болмаса, қазір эфирді сақтауға тырысамын, сосын сіз міндетті түрде басын көріп шығыңыз. Жарайды ма? Енді қараңызшы, сізде қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма, мазалап жатырған? Бар болса бар, жоқ болса жоқ деп жаза кетіңіз, Содан кейін мен барлықтарыңызбен қоштасып, эфирді сақтауға тырысайын.
Ақмарал ханым, сұрақтарыңыз бар ма сіздің қандай да бір? Мен тек қана осы 7 күндік марафонда басында 13 адам отырған. Ең басында 13 емес, ең басында марафонда 35-40 адам отырды шамасы. Содан кейін барып 1 күндік вебинарда кейін 7 күнге ауыстырдым. Мен оны бірінші күндікті өткізіп барып, медитация мен психологияны 7 күндік тегін психологиялық сабақ деп өткіздім. Одан кейін оған қатысатындар саны 12-13 болды. Ал үй тапсырмасын орындау міндетті түрде деп айтып едім. Тек қана араларыңыздан 8 адам қалды ғой. 7 адам қалған. 7 адаммен бірге біздер бір чатта жұмыс жасап жатырмыз. Иншалла бәрі жақсы болады. Барлығы өте жақсы сапалы болады, нәтижелі болады деген үлкен сенімдемін. Солар қатысушылардың ішінен жаңа Жадыра ханым қосылды. Енді жаңа Ақмарал ханым соңына дейін қарап отыр. Ақмарал ханым, сізде қандай да бір сұрағыңыз бар ма? Айтып кетіңізші, кері байланыс беріп жіберіңізші. Сұрағыңыз жоқ болса, мен деген жайлап эфирді сақтап, ютубқа жіберуге тырысып көрейін. Жарайды, қуаныштымын. Сізге алғысым шексіз. Сіз кереметсіз ғой, бар ғой. Бәрін орындап жатырсыз. Мен сізде 100% барлығы жақсы болады деген үлкен сенімдемін. Сәттілік тілеймін сізге, барлығы жақсы болып. Өміріңіз өзіңіз қалағандағыдай болып, ойыңызды өзіңіз басқарып, өміріңізді өзіңіз басқарып, қожайын атанып, жауапкершілікті өзіңіздің жауапкершілігіңізді алып, тек қана бақытты болыңыз, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Барлықтарыңыз өте жақсысыздар. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін, Бір өтінерім, өздеріңіздің жауапкершіліктеріңізді алыңыздар. Мына өмірдің жауапкершілігі менің мойнымда, менің өзімнің жауапкершілігім өзімнің мойнымда. Ешқандай адамның жауапкершілігін алып керек емес. Балаңыздың, ата-ана, әке, шеше, туған-туыс, нөл. Ешкім жауапкершілік алмаймыз, өзіміздің жауапкершілігімізді аламыз. Міне өзіміздікі болды. Бәрі. Жарайды ма? Сәттілік, рахмет, сау болыңыздар.